Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Ғалия Нұрали. Рецепттерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бүгін өте дәмді әрі алғаш істегеннен шығатын сметаник пирогын жасайтын боламыз. Ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды салып, қопсытқыш пен қантты салып араластырамыз. Жұқа ғып туралған сарымайымызды салып, ұнмен араластырып, осылай үгітіп аламыз. Бізде осындай песочный тесто шығу керек. Жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымызды тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. Қамырымызды формамызға салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Енді салмасын дайындаймыз. 20% қаймаққа қантымызды қосып, жұмыртқамызды салып, бір келкі етіп араластырып аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутқа қоямыз. Бұл жерде айта кететін маңызды нәрсе, пирогымыз әбден суыған кезде ғана кесеміз. Пирогымыздың піскенін ағаш таяқшалары арқылы тексеріп білеміз. Барлықтарыңызға ас болсын.